Selam dostlar, sizlerle beraber ve adetdegidey bir günde ikinci video rubrikası ketip baradır. Мен қасында Barışımızlar. Armanчик. Бүгінгі видеоның негізі идеясын Арман айтты. Бүгінгі видео идеясында, короче, Арманның айтуы бойынша мына бір жұмысларын қанша табатынын, қандай жұмыстан нешінші жүруің керек соларды айтатын. Сондаймыз ба? В общем, Өзіміздің мына машина айдап жүрміз ғой. Сол машиналарға қалай ерсеміз. в общем, Өзіміздің істейтін жұмысымызда қанша береді, нешінші жүруің керек оған. В общем, сондай жұмыслар Арманның айтуы бойынша. Ол, в общем, видеоны басылайық, ал кеттік. Go! Бехаға енді достар нормально нөмір таба алмай атпан. Себебі қазір өзім нөмірің тек 222 220 бар. Екінші нөмір айтсам үйтіп бан бере ме деп ойлап тұрмын достар. Меніңше оны көп рус ойнайтындар о нөмірмен мені көп таниды. Себебі о нөмірде 3 бірдей харп бар. Санларын айта салайын, 918 ол ортаңғы саны деген ол. В общем, кейін комментарияға жазып кете саламын екінші нөмірді ұстап. деген ол. Ха дегенде бір хлар бар ғой. Сонда 3 х. В общем, қазір бірінші көрсететін жұмысымыз ол. Барғанда көресіңдер. В общем, барғанда көреміз. Ал кеттік, let's go. Қытай қапталына тимегенде. Достар, милициялардың өз жаңағыдай тайып кететін не қылып істеп қойған. Маса Арманда ондай кінә жоқ, машинада өзімен өзі таймайды. Себебі бұл машинада дрифт режим жоқ. Милициялардың өз жаңағыдай таятындай қылып қойғанда достар, сол. Пожарный жұмыс. В общем, жақында пожарный жұмыс қосылды. Примерно мына жақта қандай жұмыс? Біздердің істейтін жұмысымыздың жақында қосылды бұл да. Бір күн рубрика қылып, онан шығаратын боламыз достар. Сол жұмыстың арқасында бехаға жетсің ғой сен, е? Деп айту қате болады. Негізі бұл беха бұның ярымына, негізі ярымы жаңа немен келген еңбек, Арман айтатқандай пожарный. Ярымы жарыстан табылған ақша бұны. Пожарный емес. Бұл жұмыстан. В общем, бұл жұмысты түсіндіретін болсақ. Айди бер, өзім түсіндірем. Бұл жұмыс түсіндіретін болсақ, бұл жаңағыдай бір жоллар, ямалар болады ғой. Ямаларды оңлайсаң, анау қыласаң, мынау қыласаң. Ямаларды, в общем. В общем. Түзелесең ғой. Ямы. Тек жол қыласаң ғой. В общем. Енді сен қақа? Жүрсеш, іздеп көрсетеміз ғой енді. Іздеп көрсету шарт емес ғой. Подписчилер өзі келіп іздеп көреді. Видеоны. Бұл жұмыста енді 5-ші уровень керек тұрса. 5-ші уровень керек. 5-ші уровеньға дейін ең жақсы жұмыс жоқ деп. 5-ші уровень болсаңдар жұмысқа келіңіздер. Бұған ең көп беретін ақшасы 47 мыңнан басталады. Ең аз бергені 26 мың. Қазірде Камримен келіп істеп жатыр. Бұдан басқа жұмысларда көп. Ақшаны аз береді да, соң үшін бізге осы жұмысты істейміз. Достар. Енді стройканы көрсетіп кете салайын. Бұл нөлевайларға. Бірінші уровеньде. В общем, бұл жерде де аңсат жұмыс, қызыл меткімен істей бересіңдер. Бірақ басқа бұлар
экскурсия деген ұлыма басқаша жұмыс бұл. Ya Басқаша істейсің. в общем 5-ші рубиннан 1-ші рубиннан осы 5-ші рубинге дейін осы жерде істеңіздер. Иә. Ақшасы нормально. Басқа 2000-нан беріп тұрады. я ана ағаш жұмысы бар. Жаңағыдай басқа пиво завод бар. Олар ничего да сол, оларды істемеңіздер. Тек кирпич заводқа прямой айдаңыздар болды. Кирпич заводы емес. Стройка. Енді сол стройка кирпич қой. Кирпич көреді ғой. В общем, сол стройка кирпич әйтеуір қарақалпақ тілінде кирпич қой, жіп бере беріңіздер достар. Кирпич тіліне в общем, сол кирпич ойынға кіргеннен кейін Және такси жұмысы бар. Такси. міне достар, осындай машинамен жүресіздер, жаңа жол оңайлайтын да. Ебо Малибу алып кетті ғой. Hyundai ма? Иә ғой. Жаңа қаяқта еді жаңағыда ма? Зет Жаңа өтіп кетті ғой бұл. басып кетті ғой арман қарай жұмыс бетіне. Жұмыс істеп жүрген. Жоқ. Сол машинасын көрсетіп жүрген. Кетіп қалды ғой. Кетеміз ғой. Қазір анаяқта істеп отқан болу керек ғой. Я достар, мынандай. Міне. Стой, брат. Менсімейді достар. Ойнамаңызсыңдар. Достар, осы байқаны, бір өзімнің ақ мерсім бар. Соны Мынандай машинамен істейді. Достар. в общем, Аш! таксопаркке айдасай. Артта Такси жұмысы да бар достар. такси жұмысы да бар. Енді ода 2000 береді, 2000. 1 километрге 2000. Достар. Ол сізлер баратын адамыңызға байланысты. 10 километрге баратын болса, 2000-2000-нан есаплай бересіз. Ол міне. Картаның мына жерінде жайласқан. Бұған бірінші районнан басылмай береді бұл. Тек право алсаң да. Енді сол правоға дейін жаңа кирпич стройкаға барып ақша табасыздар. Правоны оқып. Mesela обязательно YouTube'дан қарап оқыңыздар. Құрдан құр ақшаларың кетіп қалады. Бірақ біздер YouTube'дан қарамай, көзімізбен Өзлеріміз басымызда өткеннен айтып отырмыз да, қоя зат не қылғаннан кейін. Берді орыс базар киімдерін сата бересіздер. Берді көрсетудің керек шо. Қызық емес о. Бұяқта қандай не бар, жұмыс бар? Сіздердің қазір біріншіден бастап шығатын жеріңіз вокзал, әрине көрсетемін. Автовокзал. Бүйірден шықпайды, әмес әр вокзал. Одан кейін сол вокзалда автобус жұмысы бар, достар. Достар. Бірінші үрбеніміз бұл. Не? Автобус жұмысы. Үш жерден. Еще автобус айдауға праваның ешқандай керегі жоқ. Ерден шығатын кісінде. Южныйда бар. В общем, әмме вокзалда бар. Әмме қалада. Бірақ көбін жәнерден шығады. Бірақ. Сен новичоклар болғаннан кейін да. Пиво заводты көрсету шарт емес. Себебі оны ешкім істемейді, қызыған емес достар. Бірақ ана пожарный істейтін болса 10-шы ройын керек. Сол 10-шы ройын. Пожарный бірақ жаңа біздердің айтып өткендей ана жұмыс бар да, одан аз береді. Не ма, жол тексілейтін ба? Одан аз береді, айтпашы пожарный. 15 мың. 19 мың, 23 мың.
Ал ана жұмыста 30 мың, 40 мың, 49 мың береді. 50 мыңға бармайды бірақ. Максимум 0-ден 49-ға дейін барады. Пожарныйда 10 мыңнан 19 мыңға дейін барады. Бұған. Және бір жұмыс бар, оны біз басамыз оны. Қандай жұмыс екен? Мен де білмеймін ал негізі расы. Басамыз. Ол машина алып сату. Машина алып сату жұмысы да бар перекуп. Бірақ оны өздеріңіз істейсіздер достар. Оны ешкім. Авторентте машиналар сатады, тюнингталған. Соларды алып өздеріңіз сатасыз. Автосалоннан алуға болады. Достар. Мен өзім иншалла ұсаққа дейін біреуден қалған машина айдап көрмеген, бәрі пакет, салон. Мынақта жұмыс ятқа түсті. Қандай? Ол достар ұрлықшы. Ұрлықшы дегенде ол машина ұрлайды достар. Автоугон. Оған 7 жүрген керек. 7 ме еді, неше еді? КамАЗға ма? 7 керек, КамАЗ. Дальнобойщик. Фургон. Нерде машина ұрлайтын жұмсам бар достар. Маска керек, 3 отмешки керек достар. Машина ұрлауға келіңіздер үші. Пиде ақшан 49 тара. Неше мың керек? Істеп көрмеген. 30, 40, 50, 60, 70. Әрқилы ғой. 100-ге дейін береді ғой. Машинаның несіне қарайды да, состояниесіне, қырмай, соқпай, дүзу алып қойсаң, жақсы береді да. Тез ашсаң. Қырып, соғып, малын шығарып келетін болсаң, арзан береді. Еще он взломать етеді. Взломать етеді, достар аңсат ол. Мида сақлау керек ол. Миында сақлауың керек бірақ. Тек көзің достар банкі болып, анаған қарап тұру керек қой. Кетқан жерінде ұстап қалу керек. Ұста алмай қалсаң, КамАЗ жұмысы сияқтанбайды. Уже мен КамАЗ жұмысына келмегеніме бір. Ең соңғы рет кабанға диск салатын уақытта келдім бе. Сондай шығар, Мен ана затан шыққан жұмыс бар ғой. Сол шықпай тұрып мен сол жұмыс істедім ғой. Одан бұрын инкассатор істедім айтпаш. Оған 4-ші жүрген керек инкассаторға. Достар. Міне, андай машина дейін. Бұл 1-ші рөвейін, 2-ші, 3-ші рөвейлер. 48 мың. Үшеуі 50 мың сондай. үшеуі 3 түрлі ғой, в общем.